Бір палаталы парламенттің ерекшелігі заңдар тез қабылданады. Екі палата арасындағыдай келісім қажет болмайды. Әрі әкімшілік шығыны аз. Әлемдік сарапшылар мен саясаттанушылар Қазақстан президентінің жолдауында жоғарғы парламентке қатысты референдум өткізу ұсынысын қызу талқылап жатыр. Солардың бір қатарымен әріптесім Асылбек Тойбек сұхбаттасып пікірлерін біліп келді. Дания, Швеция, Сингапур, Норвегия, Қытай, Финляндия және тағда басқа дамыған елдерде заң шығару жүйесі унитарлы. Содан болса керек, бұл мемлекеттерде құқықтық мәдениет қалыптасқан. Ал сарапшылар бір палаталы парламент жүйесі заң қабылдауда жауапкершілік артатынын айтады. Сондай-ақ бір құжатты қабылдауға, қарауға уақыт шығын болмайды. Менің ойымша бұл реформаның үш артықшылығы бар. Біріншіден, әлемдегі елдердің көпшілігінде, тіпті 3/2-сінде бір палаталы парламент бар. Яғни бұл реформа Қазақстанды үздік халықаралық тәжірибемен теңестіреді. Екіншіден, екі палатаның орнына біреу болса, шығындар азаяды. Бұл өте маңызды, әсіресе қазіргі уақытта. Және үшінші артықшылығы заң шығару процесін жеңілдетеді және жеделдетеді. Сарапшылар президенттің бұл модельге көшуді референдум арқылы өткізу ұсынысы өте дұрыс шешім дейді. Өйткені Қазақстан территориясы үлкен, көп ұлтты әрі демократиялық мемлекет. Бұл стратегиялық реформа жан-жақты дайындықты қажет етеді. Сондықтан Сенаттың тағдырын президент 2027 жылы шешуді ұсынып отыр. Адамдардың бұл өзгерістер туралы не ойлайтынын, қоғамның пікірін ескеру әрқашан маңызды. Көптеген елдерде бір палаталы парламент бар, өйткені әдетте екі палаталы федеративті жүйесі бар, заң шығаруды бақылауда тепе-теңдік жүйесін сақтағысы келетін елдерде болады. Бір палаталы жүйенің тағы бір артықшылығы партиялық баланс қалыптасады. Яғни көп партия сайлауға қатысып, халықтың бақылауы күшейеді. Қазақстан үшін бұл жаңашылдық емес. 1993 жылы құрылып, аз уақыттан кейін жоғары кеңес тарады. Мысалы, біздің басқа көршіміз Қытайда үлкен мемлекет. Олардың да бір палаталы парламенті бар. Ал Қытай экономикасы мықты дамыған. Барлық заңдар уақыттың талабына сай экономикалық дамуды қамтамасыз етеді. Сондықтан олардың бүкіл қытайлық халық депутаттары жиналысы өте тиімді жұмыс істейді. Мынадай қызық дерек, әлемдегі ең көне парламент Исландиядағы Альтинг. Ол 930 жылы құрылған және бір палаталы орган ретінде жұмыс істеді. 20 ғасырда екі палаталы жүйеге көшті, алайда 1991 жылдан бастап қайтадан бір палаталы жүйеге оралды. Ал ең үлкен бір палаталы парламент Қытайдың бүкіл Қытай халық өкілдері жиналысы. Оның құрамында шамамен 3000-ға жуық депутат бар. Ең кішкентай парламент Тувалу парламенті. Онда бар жоғы 16 депутат жұмыс істейді және олар 4 жылға сайланады. Асылбек Тойбек, Шалқар Шуақбай, Жібек жолы.